Дәулетті оқырмандарым, қараңыздар, сіздерге түсіндірейін. Қазір әлеуметтік желіде, мынау жаңалықтарда көптеген ақпарат тарап жатыр. Бухгалтерлар дұрыс есептемеген, яғни сіздің 10% жалақыңызды бірден өкіметке аударып жүрген, яғни ИПН дейді, жеке табыс салығы. Бізде заң бар, жеке табыс салығы сіз 10% төлеу керексіз. Зейнетақы аударымдары бар, 10% төлеу керексіз. Одан кейін 2% неге төлейсіз? 2021-дің 1 қаңтарынан бастап медстраховка 2%, былтыр 1% еді. Сонымен қатар 42.500 теңге бұл есепке кірмейді, жеке алынып қалады. Қазір сіздерге есептеп көрсетейін мен. Егер сізде бухгалтерияда 100.000 теңге оклад жазылатын болса, бұның 10%, яғни қанша? 10.000 теңгесі пенсионкаға кетеді. Енді қараңыздар, дәл осылай жеке табыс салығы 10% екен деп, мына жерде де 10.000 теңге ИПН-ға кетіп қалмау керек. Осы жерде көптеген бізде бухгалтерлар қателескен екен. Қазір түсіндірем. Енді қараңыздар, осы жерден 2% ол міндетті түрде медстраховкаға кетеді, 2.000 теңге. Сосын, міне есептейік, 100.000 теңгеден біз азайтамыз, 10.000 теңгеміз қайда кетті? Пенсионкаға кетті, 10.000 теңге. Дәл осы 100.000 теңгеден бізде 2% қайда кетеді? 2.000 теңгесі неге кетеді бізде? Медстраховкаға кетеді. Енді дәл осы жерде 42.500 теңге айлық вычет болады. Себебі бізде елдегі минималды айлық күнкөріс деңгейі бұл жерден салық алынбайды. Көріп отырсыздар ғой. Енді қараңыздар. Дәл қазір осы сумманың бәрін алған кезде қандай сумма қалады? Соның 10%-ін ғана ИПН ретінде біз төлеуіміз керек біз заң аясында. 100.000 теңге, минус 10.000 теңге, минус 2.000 теңге, минус 42.500 теңге. Бізде қалады 4.550 теңге. 45.550 теңге. Көріпсіздер ғой? 45.500 теңге. Дәл осының 10% қанша болады? 45.550 теңгенің 10% бізде 4.550 теңге болады. Яғни 100.000 теңгеден біз ИПН 10.000 теңге төлемеу керек. Біз қаншама адам өзінің есебін білмей, құқығын білмей, артық төлемдер төлеп жатқаны жасырын емес. Қараңыздар. 45.550 теңгенің 10% ИПН қалғаны 4.550 теңге ғана ИПН-ға төлейсіз. Ал енді 100.000 окладтан сіз қолыңызға қанша алатын болдыңыз? Есептейік. 100.000 теңгеден міне кетті 10.000 теңге міндетті зейнетақы аударымдары. Бұл жерде сізден ешқандай табыс алынып жатқан жоқ, процент алынып жатқан жоқ, салық алынып жатқан жоқ. Одан кейін 2.000 теңге медстраховка және де міне алынды 4.550 теңге, бұл жерде ИПН. Енді есептейік. 100.000 теңгеден азайтамыз 10.000-ды. 10.000-ды азайтамыз. Одан азайтамыз 2.000-ды. Одан азайтамыз жеке табыс салығы. Сонда сіз қолыңызға, банкоматқа немесе карточкаңызға түсу керек ақша 83.450 теңге. Бұл енді 100.000 теңгені окладына көрсеттім. Ары қарай сіздің айлығыңыз 200.000, 500.000, 300.000, 150.000 болса да дәл осы есеппен жүретінін ескерткім келеді.